6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сәлем қарға, неге жылап отырсың? Жыламай қайтейін, қарға шалат, құстар отрядына жатат, қар. Шалмағаны қалай? Қанатың бар емес пе? Қанаты құрығыр бар ғой, бірақ денемді көтер алмай, құры тауық болдым. Қысымың өте жоғары. Жүрегіңді май басқан. Демалма. Саған тие тастау керек. Ірімшікті көп жеуге болмайды. Мұның саған 4-тен 1 бөлігі де жетеді. Таңертең жүгіру керек. Айтуға оңай, таңғы ұйқымды қимайым. Шынымды айтсам, баяғы өмірімді аңсайым. Түлкіні сағындым. Сен алдап ірімшігіңді жеп жүрген қуды ма? Ол оңбағанда несіне сағынасың, сен түсіне алмаймын. Ол барда өмірім қызықты сияқты еді. Және диета сақтамай-ақ, жүгірмей-ақ сымбат дедім. Аққудай сылаңдап жүрген едім. Өзің қарға болсаң қалайша аққудай сылаңдайсың? Жарайды, солай-ақ болсын. Бірақ сен өткенде ғана бәріміздің көзімізше көйлегің көк, қарным тоқ, уайымым жоқ деп бөсіп отыр едің ғой. Қарға десем деген шығармын, бірақ түлкі байғұста керемет мақтап жібергенде, ірімшігімді қалай тастап жібергенімді білмей қалатынмын. Қазір міне ешкім мақтамайды да, алдамайды да, ірімшіктің бәрін өзім жеп семіріп кеттім. Түлкінің жүрісі анау, аш-жалаң ашыр. Оны аясаң, ірімшігіңді алып бар, мүмкін қайта достасасыңдар. Несі бар, алып берем. Өле жеп семіргенше бөле жеп арықтағаным артық. Ал сен күлме ұшқан, күлме досқа, келер басқа. Сен тіпті мақалшылда болып алыпсың ғой тіпті. Түлкімен дос болам деп ел жұртқа күлкі болып жүрме әйтеуір. Күлкі болсам, өз ертегім. Күлсе балалар күлер, тәрбие алар. Ертегінің мақсаты сол. Дұрыс айтасың қарға. Әрбір ертегіден балалар дұрыс ой, ғибрат алулары керек. Іске сәт данышпаным. Әрірек отыршы. Қар. Міне адал еңбегімен тауып жейін десем осыдан кейін құлыққа қалай ғана бармайсың. Жылама түлкі. Міне, жей ғой, шын көңілмен ұсынып отырмын. Алсаңшы.
Сен мені кешір, жаңа ғана өзің көрдің ғой, ұстаған балығымды шағала жеп кетті. Саған жасаған жамандығым алдымнан шықты. Ал сен таспен атқанда аспен ат дегендей, маған жаның ашып отыр. Осыған не себеп, а? Түлкішек, сен болмасаң менің ертегім мағынасын жояды екен. Қарға мен түлкі қандай тамаша. Ал енді сен бір жақта, мен бір жақта. Ертегіміз енді ірімшік жеген қарға немесе түлкімен шағала боп өзгерсе қайтеміз? Жоқ, атай көрмек қарғажан, шағаласы құрысын. Одан да бұрынғы түлкімен қарға бола берсін. Бірақ мен сені енді алдай алмаймын. Жоқ, ешқашанда алдай алмаймын. Қойшы енді түлкі. Сен ертегілерде балаларға қу түлкі деген атпен белгілісің. Саған аңқау түлкі немесе қайырымды түлкі деген ат жараспайды. Сонда сен не демекшісің? Өмір бақи сен алдап, ірімшіңді жеп жүре берем бе сонда, қарға? Ей, түлкі жан, себебі осы ертегіні оқыған балалар өмірде қу адамдарға алданбауға тырысады, тәлім тәрбие алады. Расында да солай екен ау, қарғажан. Ірімшігінен тағы да бересің бе? Сенің қолыңнан жеген ас өте дәмді болады екен. Сондай дәмді. Бәсе, енді өзіңе келдің. Бәрін жей ғой, мен ірімшіктен шығып кеткем. Ал енді әңгіме айт, қайда болдың? Не көрдің, қар? Менің көргенімді ешкімнің басына бермесін. Мен байғұс не көрмедім. Тиме оған, ол менің балағым. Сен өзі қайдан келдің? Қарға мен түлкі ертегісінен, ал менің ертегімде не қып жүрсің? Жай, әшейін, бұл қай ертегі? Қасқыр мен түлкі? Көзіңді жоғалт, қане, бар қарғаға. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, аюдан да қаштым, қасқырдан да қаштым, қояннан да қаштым. Енді сенен жоқ! Сен кімсің? Қайдан жүрсің мұнда? Өле жегенше бөле жейік, туысқан. Туысқан, қайдағы саған туысқан? Әкел бері менің бауырсағымды, әкел бері. Менікі, әкел, менікі. Міне, бәрі сенің кесірің. Таласқанға талқан да жоқ. Бауырсақ қайда? Мынадан сұраңдар. Әп-әдемі бітейіндеп тұрған ертегімізді келді де бүлдірді. Бауырсақ қашып кетті. Қашып кеткені қалай? Онда сен екеуіңнің біріңді жейміз. Қайсы бөтен, қайсы біздікі? Әй, маған бәрібір. Міне, басқа ертегіге тұмсығыңды салуға болмайды. Қар, жетер түлкі. Кеттік ертегімізге барайық. Бәрін басынан бастайық. Ертеңіне түлкі қарғаны тал басына шығаруға көмектеседі. Өзі талдың артына тығылады. Қарға ірімшігін аузына тістеп түлкіні күтуде. Түлкі құлана күліп қарғаға көз қысады. Қарға да күледі. Қарға сонда қар кетті, ірімшік жерге салып кетті. Әс бітті,